тыңдаушы ағайын, эфирде Мінбер, микрофон алдында Азамат Жомартұлы. Біз бүгінгі хабарымызда салықтық міндеттемелер деген тақырыпта сөз қозғаймыз. Студиямыздың қонағы Астана қаласы Байқоңыр ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы басшысының орынбасары Әділет Арашапов. Ендеше Әділет мырза, ғасыр тарихы бар Қара шаңырақ қазақ радиосына қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Қош көрдік. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз тікелей эфирдеміз. Егер біздің бүгінгі көтеріп отырған тақырыбымызға байланысты спикерімізге қоятын сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланысымыз 75-72-75, ал Астана қаласының коды 87172. Әділет мырза, енді өзіңіз білесіз, жыл басталғаннан кейін енді 2019 жылдан бері есептейтін болсақ, бізде мынау шағын кәсіпкерлікке жалпы салықтан босату 4 жылдай мысалға салықтан босаттық. Мынау соңғы қаңтар оқиғасынан кейін де бір жылға жалпы салықтық жеңілдіктер жасалды. Одан кейін тағы да бір жылға созылды. Биыл енді осы қаңтар айында аяқталды. Енді көптеген бір түсініспеушіліктер туындап жатыр. Бұл жерде енді әсіресе мынау тұтынушы мен мынау саудагерлердің арасында мынау интернет аударымдар бар, соның ішінде тіпті мынау такси қызметін қолданатын азаматтардың өзінде де арасында көптеген түсініспеушіліктер туындап жатыр. Мынау ақшаны қолма-қол беру керек деген сияқты. Енді бұл жөнінде кейінірек сұрақты қоя жатырмыз. Бірінші әуел баста мынау жалпыға бірдей декларация деген, бізде 2021 жылдан бері мемлекетімізге енгізіліп жатыр. Жалпы осының мақсаты, кімдер тапсыру керек, не үшін тапсыру керек, осыны халыққа бір түсіндіріп өтсеңіз эфиріміздің басында. Микрофонға жақынырақ отырсаңыз. Жалпыға бірдей декларация мәселесі шынымен де 2021-дің 1 қаңтарынан басталды. Алдымен мемлекеттік қызметкерлер және оларға теңдестірілген азаматтар, сондай-ақ сол азаматтардың жұбайлары табыстады. 22 жылдан бастап барлық квази мемлекеттік сектор қызметкерлері табыстады. Биыл енді 23 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасының тіркелген барлық заңды тұлғалар, олардың бірінші басшылары, директорлары десек болады, сондай-ақ құрылтайшылары және жеке кәсіпкерлер және олардың жұбайлары тапсырады деп жоспарлануда. Сондай-ақ болашақта 25 жылдың 1 қаңтарынан бастап барлық Қазақстан Республикасының азаматтары, бұл ретте жаңағы студенттер, жұмыскерлер, зейнеткерлер барлығы табыстауға міндетті, және сол жоспарлы іске асыруға жоспарланып отыр. Енді бірінші тапсырған кезде бәріміз енді былтыр тапсырдық қой, алғаш рет квази сектор былтыр енгізілгеннен кейін 250 тапсырдық. Енді биыл 270. Бұл жерде айырмашылық қалай? Мысалға жыл сайын өзгеріп отыр ма бұл? Жоқ, жыл сайын өзгермейді. Жаңағы 250-ші салықтық нысан бұл ең алдымен активтерді қандай, бұл жерде жаңағы басқа шетелде бар ақшаңыз, банктік шоттарда тіркелген ақшаларыңыз, не болмаса алтын бұйымдар, зергерлік бұйымдар, қымбат, сондай-ақ басқа шетелде орналасқан егерде мүлкіңіз жылжымайтын мүлкіңіз болса, сол момент, сол уақытта мысалы көрсетуге 250 нысанда көрсетіледі. Ары қарай енді мысалы былтыр басталған квази сектор 250 нысанды табыстаса, биыл 23-тен бастап ол кісілер 270 нысанды табыстауға міндетті. Ол жерде тек қана сіздің табысыңыз және шығысыңыз көрсетіледі. Бұл ретте мысалы барлық жаңағы қандай табыс көзі бар, солардың бәрі кіреді. Мақсат? Мақсат енді біріншіден көлеңкелі экономикамен күресу. Екіншіден жаңағы жемқорлықты азайту. Сосы мақсаттар. Бұл жерде енді мүліктер бар, бұл жерде енді тек қана мысалға қаржылық табыстарға қатысты көбіне есептеледі. Егер мысалға асып кеткен жағдайда сіз салық төлеуге міндеттісіз деген сияқты мәселе. Ал енді бұл жерде мүлік мәселесі бар. Бір адамның басында мысалға қос-қос баспана болуы мүмкін, болмаса қос-қос көлік болуы мүмкін. Олар есептелмей ма сонда декларацияда? Есептелмегенде ол автоматты түрде көрінеді. Мысалы 250-ші салықтық нысанды тапсырған кезде, мысалы жылжымайтын немесе жылжымалы, қарапайым тілмен айтқанда
үй, жер, автокөлік, ол жаңағы автомат түрлі жаңағы 250 нысанда көрсетіледі. Өйткені ол біздің Қазақстан Республикасының тіркеу туралы заңына сәйкес арнайы мемлекеттік мекемелерде тіркеуде тұрған мүліктер. Бұл енді көлеңкелі экономикамен күресу деп айтамыз да, бірақ көбіне өзіміз заңды бұзатын жағдайлар кездеседі. Мәселен, бізде салықтан босатылған азаматтар бар, санат бойынша, ол мүмкін ардагер болуы мүмкін, болмаса бір мүмкіндігі шектеулі азаматтар болуы мүмкін деген сияқты. Көбіне мынау тыл ардагерлері бар қазір елімізде. Көптеген мысалға бала шаға салады, қымбат көліктерді, қымбат үйлерді сол кісілердің аттарын аударып қояды. Ол жерде ол мүлікке ешқандай да салық жүрмейді. Енді қарапайым тілмен айтқанда, бұл бұған дейінгі болған тіркелген дүние, ол тіркелген сол кісінің мүлкі болып саналады. Ал енді бұдан кейін олай тіркеле алмай ма, сонда қалай? Бұдан кейін енді мынау активтерін жалпыға бірдей декларацияда қандай көрсетеді? Мысалы, бұл жерде 10 мың айлық есепсіз көрсеткішке тиесілі сол мөлшерде қолма-қол ақша көрсете аласыз. Бүгінгі күнде ол 34 миллионнан астам теңгені құрайтын мысалы ақша. Енді дұрыс, бұл халықты біз ақпараттандыруымыз керек. Бұл жерде енді ең бастысы өзіңіз айтып өткендей, көлеңкелі экономикамен күресу. Біз енді 2021 жылы басталды, 2023 биыл былтыр мына квази мемлекеттік сектор қосылды, биыл тағы да мысалға санаттар қосылады. Жалпы 2025 жылға дейін бүкіл халық енгізіледі осы жүйеге. Енді бұл декларацияны тапсырмаған жағдайда қандай да бір ескертпе, болмаса бір заңдық жауапкершіліктер бар ма? Бұны айтып өтсеңіз, тыңдаушылар біле жүрсін. Бұл алғаш рет егер де уақытылы табыстамаған болса, бұл жаңағы Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 272 бабының бірінші тармағына сәйкес бірінші рет ескерту жарияланды. Екінші рет ол 30 айлық есепсіз көрсеткіш ретінде айыппұл салынады. Одан кейін? Одан бөлек, мысалы, егер де қалай айтса болады, мүлде тапсырмаған азаматтарға сол мысалы жалпыға бірде декларацияны табыстамай, болашақта қандай да бір мүлік, бағалы заттар сатып алынған жағдай дәлелденсе, сол сатып алуға кеткен ақшасы оның табысы болып саналады. Одан 10% салық салынады, жеке табыс салығы. Сондай-ақ жаңағы 200% сомасында айыппұл төлейді. Не болмаса қайта бұзған жағдайда 300% сомасында, бұл жаңа әкімшілік құқық кодексінің 275 бабында көзделген. Енді тағы да бір қазір қызу талқыланып жатыр халықтың арасында мәселе, жаңа эфирдің басында да айтып кеттік, мына интернет аударымдар, қазір енді кез келген аулада тұрған дүкен болсын, кез келген бір базарларға баратын болсаңыз, жеке дүңгіршектерге баратын болсаңыз, енді айтайық, аударымдар жоқ деп жазып қояды, тек қана қолма-қол ақша қабылдаймыз деген мәселе айтылады. Бұл неден туындап отыр жалпы? Енді бүгінгі күнде көбісі енді әртүрлі айтады, бұл жалпы салықтан жалтару деп жатады. Өйткені алдында бір ақпараттар шықты ғой, мынау Каспийде, сондай жалпы интернет аударымдарда 100 аударымнан асып кеткен жағдайда оған жаңағы салық салынады деген сияқты, болмаса мына айыппұлдар төленеді деген сияқты мәселелер айтылды. Осыны бір түсіндіріп өтіңізші, жалпы салық инспекциясынан келгеннен кейін. Бүгінгі күнде бізде мемлекеттік кірістер комитет тарапынан, сондай қаржы министрлігі тарапынан әртүрлі әлеуметтік жерлерде әртүрлі алып қашпа әңгімелер жүр. Жоқ, алып қашпа емес, түсіндірулер жүргізуде. Мысалы, 100 немесе одан да көп мобильді аударымдар алғанда кәсіпкерлерді тексереді деп жарияланған. Мысалы, бұл жерде кішкене ашып айта кетіп керек. Егер де сіз 100 немесе одан ары мобильді аударымдарды қабылдай отырып, сол қабылдаған сомаңызды тиісті салықтық декларацияңызда көрсетсеңіз, ол кісілерді тексерудің қажеті жоқ. Өйткені ол ондай кәсіпкерлер, жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалар уақытылы салықтық міндеттемесін орындап отыр деп танылады. Өйткені жеке кәсіпкерлерге бүгінгі күнде 1%-дан 4%-ға дейін әртүрлі өздерінің салықтық жүйесіне қарай тиісті салық салынады. Салыну қарастырылған.
А егер де бұл жаңағы тексеріледі деп отырғанымыз, егер де сондай салықтық кезеңде сондай көп табыс көзін көре отырып, өзінің жаңағы тиісті салықтық декларациясында сол табысын көрсетпей жалтарған жағдай болса, сол азаматтар тексеру қаупіне жату мүмкін. Яғни мысалға сол өзінің жаңағы несі бар ғой, ай сайынғы болмаса жыл сайынғы табысы бар. Ол мысалы мемлекетке өзінің берешегін, салықтық берешегін толық өтеп отырған азаматтардан ешқандай қауіп жоқ деп айтып отырсыз ғой? Иә, өйткені бұл жаңағы бүгінгі таңда көптеген бизнес дамытуға қолайлы жағдайлар жасалынуда ғой. Бұл ретте жаңағы мобильді аударымдар тек адал салық төлеушілерге әсер етпейді. Сол туралы біздің қаржы министрлігінде де мысалы айтылып жатыр. Әділдік пен міндетті салық төлеу принциптері жүзеге асырылу қарастырылған. Мысалы, мынау халықтың айтып жүрген тек қана қолма-қол ақша қабылдаймыз деп отырған мәселе, мысалы, ол бүгінгі күндегі біздің мемлекетіміздің мемлекет болып, одан ары жаңа Қазақстан болып құрылуына кішкене қарама-қайшы. Өйткені сол түскен салықтардан мектеп салынады, балабақша салынады. Ол мысалға біздің жолдарымыз түзеліп жатыр. Біздің ата-анамыздың, болмаса ата-әжеміздің зейнетақысы деген сияқты. Жас туған, жас өспірім бала жаңағы пособие дейміз ғой. Мысалы, алып отыр. Мүмкіндік шектеулі азаматтарға да тағайындалатын мысалға жәрдемақылар бар, оның ішінде айта кеткен жөн. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, әуе толқынына қоссақ. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз сізді. Сауалыңызды қойсаңыз өзіңіз таныстырып. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мен мынандай бір сұрағым бар еді. Мысалы, мен өзім жеке басым қысты күні, мысалы, такси қызметімен айналысамыз да. Жазды күні саудамен айналысамыз. Қалай болады деген, мысалы, такси 1% болады, саудамен айналысам 4%. Қалай болады. Сіз өзіңіз мынау ИП арқылы жасайсыз ба бұл дүниелерді? Алло. ИП арқылы жасайсыз ғой негізі, бұл дүниелердің бәрін, әлде? Иә. Түсінікті, қазір жауап береміз. Иә, ИП мен ғой, иә. Түсінікті, рахмет. Тыңдаушымыз жақсы бір мәселе қозғады деп есептеймін. Өйткені бүгінгі күнде мемлекеттік кірістер комитет тарапынан Яндекс такси қызметімен бірлесе отырып, бүгінгі күні пилоттық жоба Астана және Алматы қалаларында пилоттық жоба іске асырылу басталды. Бүгінгі күнде 500-ден астам жүргізуші осы пилоттық жобаға қосылған туралы ақпарат бар. Бұның жаңағы артықшылықтары таксопарктердің делдалдық қызметін алып тастау, тиісінше такси жүргізуші мысалы әлеуметтік қамтамасыздандыру жүйесіне енеді автоматты түрде. Бұл жерде мысалы жаңағы біздің салық органына келіп тиісінше жеке кәсіпкер ретінде тіркелудің не болмаса басқа да құжаттар рәсімдеудің ешқандай қажеттілігі жоқ. Тек қана жаңағы Яндекс платформасына тіркелесіз. Сол жерде жеке кәсіпкер ретінде сол платформа арқылы оңайту түрінде тіркелуге мүмкіншілік бар. Ары қарай нақты алған табысынан 1% мөлшерінде салық төленеді. Енді қараңыз, жаңағы тыңдаушымыз қойған сұрағы бойынша, егер такси ретінде сіз жаңағы қыстың күні таксовать етіп такси жүргізе отырып табысқан неңіз, пайдаңыз автоматты түрде ол 1% есептелінеді. Ал енді енді осы жерде түсіндіріп өтейік, Әділет мырза. Мысалға бізде жаңағы өзіңіз айтқан не такси платформасын енді халықтың көпшілігі қолданады, рас. Бұл жердегі жүргізушілерден келіп отырған қауіп бұл жерде дұрыс түсінбегендіктен сияқты. Өйткені ол платформа жүргізушіден 21% алып қалады. 21% дегеніңіз мысалға қараңыз, ол 2000 теңгеге бір азаматты жеткізетін болса, одан 400-ден аса бір теңгесін платформа алып қояды. Бұлар қауіптеніп отырғаны переводтан тағы да қосымша бізден ұстап қалама деген мәселе. Осыны түсіндірекші. Жоқ, ұстамайды. Өйткені жаңағы айта кетейін, нақты алынған табыстан 1% мөлшерінде салық төленеді. Ал қызметкердің табысынан 10% салық 10% мөлшерінде ұсталынады. Барлығы 11%-ді құрау керек.
Яғни сол платформаның ішінде ұстаған жаңағы барлық сомасы соның ішіне кіріп кетеді, солай ғой? Иә. Бұл жерде жүргізушінің жеке басына келетін ешқандай қауіп жоқ, бұл жерде ешқандай бір салықтық бір қосымша төлемдер төлемейді, солай ғой? Иә. Егер ол заңды істесе? Заңды істесе, иә. Енді бұл жерде көптеген сарапшылар айтады, мысалға бізден шетелдік қызметтермен көбіне салыстыруға өзіміз ұстамыз ғой. Такси қызметтеріне жалпы мынау касса аппараттарын болмаса QR аппараттарды қою деген сияқты мәселе көтереді, сол кезде бұндай проблема туындамайды деген мәселе айтады. Сіздің ойыңызша қалай? Бұл жерде тек қана жаңағы мынау такси жүргізушімен және сол қызметті, такси қызметін қолданатын такси жүргізушісін тек қана қолына смартфон ғана керек қой. Сол QR код бар, QR арқылы төлеуге болады. Болды, басқа ештеңе қажет емес. Жаңағындай пост-терминал, кассалық аппарат, оның бәрін өзімен бірге тасудың қажеті жоқ. Бұл жерде тағы да мынандай мәселе бар да, біреу мысалға мынау жеке кәсіпкер ретінде тіркелген, сол арқылы жасайды. Сол себепті оларға жаңа QR арқылы ашылады ғой. Кейбір кісілер бар, бос уақыттарында мысалға такси қызметіне айналысады, оларға бір қосымша бір табыс сияқты күнделікті солай да. Енді олар онсыз да мына платформаға сен қосымша айналысасың ба, болмаса уақытында айналысасың ба, оған қарамайды. Олар платформа 21%-ын бәрібір алып алады. Бұл жерде осы азаматтарға қандай мәселе? Оларға яғни жүз аударым деген мәселе жүреді ғой, солай ғой? Біз мысалы пилоттық жобаны жасап отырған себеп осы жаңағы ортадағы делдалдықтан. Бір тыңдаушыны тыңдай кетейікші, бір 2 минут. Қайырлы кеш, тезірек айтсаңыз, біздің эфирімізде аяқталуға жақын. Мен тыңдап тұрсыздар ма? Иә, тыңдап отырмыз. Тез-тез сұрағыңызды қойсаңыз. Сұрағым мынандай, мына салық бизнес деген қосымша бар да, мысалға ИП-ларға да, олар солай ма? Иә. Екі сұрақ, мысалы жұмыс істеп отқан ИП салық бизнес қосымшасын қолдан ала ма? Жақсы. Қолдан алады. Е-салық бизнес деген платформа жаңағы жеке кәсіпкерлерге, шағын жеке кәсіпкерлердің уақытылы салықтық міндеттемелерін орындауға, солар бойынша тиісті декларациясын табыстауға, сондай-ақ қарызы бар жоқ, қандай да бір салықтық хабарламалар келіп тұрған міндеттемелерін орындау бойынша ақпарат алмаса алатын бұл жаңағы мобильді платформа. Енді жаңа такси қызметіне қатысты айтып отқан болатынсыз. Жаңа айтып отырмыз ғой, бұл жаңағы такси қызметіне қатысты мынау барлық такси жүргізетін Қазақстан Республикасының азаматтарын осы платформаға қосуды. Бүгінгі күнде Астана мен Алматы қаланың азаматтарын шақырамыз. Бұл пилоттық жоба ма, әлде нақты іске асып жатыр ма қазір? Пилоттық жоба және де болашақта жаңағы Glovo, Volt, InDriver сияқты платформаларды да осы пилоттық жобаға қосу көзделіп отыр. Жоспар көзделініп отыр. Тиісті жұмыстар жүргізілуде. Өйткені бұл жерде жаңағы осы платформамен жұмыс істесе кейбір делдалдар болмайды, тек қана жаңағы тікелей жүргізуші және Яндекс арқылы жұмыс істеу қабілеті бар. Өйткені мысалы 21% деп отырған бұл үлкен пайыз, өйткені ортада делдалдар болуы мүмкін. Әділет мырза, енді эфиріміздің соңында бір соңғы сұрақ қойып өтейік, қысқаша ғана. Бізде енді басты мәселе, бұл жерде сіз қолма-қол төлейсіз ба, болмаса аударым жасайсыз ба, банк картасы арқылы төлейсіз ба, ең бастысы чек талап ету керек, солай ғой? Сізге чек беруге міндетті, сіз чекті де талап етуге міндеттісіз. Өйткені ол өзіңізді қорғау үшін де, алған тауарыңыздың сапасына қатысты бір кінәрат шығатын болса, ертең дәлелдеу үшін де қажет, солай ғой? Иә. Біз осы иммунитетке үйренуіміз керек. Енді айта кетейік, сұрағыңыз өте жақсы. Мысалы, мемлекеттік кірістер комитеті жыл сайын чек талап ет, автокөлік ұтып ал деген акция жариялайды. Әр жылдар сайын Қазақстанның әр өңірінен жеңімпаздар анықталып жатады. Бұның барлығы осы азаматтардың чек талап етуін жоғарылату. Мысалы, әр қайсымыз дүкенге барсақ та, бір нан алсақ та, су алсақ та, тезірек ақшамыз төлеп, ары қарай өз шаруамызбен асығып жүреміз. Бірақ чек талап ету негізгі міндет. Осы чек талап еткен сайын жаңағы кәсіпкердің табысы сол чек арқылы
көрсетілінеді. Сол Енді бізді тыңдап отырған кәсіпкерлер үшін соңғы бір айта кетіңізші, чек бермеген жағдайда оған қандай жауапкершілік көзделген? Бірінші жолы ескерту, екінші жолы 30 айлық есептік көрсеткіш ретінде айыппұл салынады. 30 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады, солай ғой? Жақсы, Әділет мырза, студиямызға келіп, тұшымды сұхбат бергеніңізге, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Аман, сау болыңыздар.